Армысыздар құпия әңгімелер арнамның тыңдармандары. Бүгін сіздерге шәкіртімнің өгей шеше атты өмірден алынған шығармасын ұсынғалы отырмын. Шешесі жетім, тұл жетім демекші, анасынан айырылып қалып, жетімдіктің ащы дәмін татып жүрген жандардың жан айқайын бірде естісек, бірде естімейміз. Бұл әлемде неше түрлі тағдыр бар. Әңгімемнің кейіпкері 6 жасында анасынан айырылып, жетімдіктің қиындығын көрген. Адам өмірде қиындықтарға тап болған сайын шыңдала түседі екен. Қиындық арқылы сабақ алып, өзіне не керегін біледі екен. Әрі қарай әңгіме кейіпкерінің баяндауы бойынша. Күз, қараша айы. Қыстың жақындап қалғанын ескеріп тұрғандай күн салқын. Жақсы жаңалық айтса екен деп, жансақтау бөлімінің есігін күзетіп тұрғанда, Марат пен оның жақындары Ғалияның жансақтау бөлімінде жатқанына 3-ші күн. Марат пен Ғалия бір сыныпта оқып, екеуі бірге арман қуып, студент болып, ата-аналарының ризашылығын алып, отбасы болады. Бақытты отбасының қуанышы арта түсіп, қызды болды. Атасы қызына Сайра деп есім берді. 3 күн бұрын сап-сау жүрген Ғалия бүгінде өмірі үшін күресіп жатыр. Сол күнгі оқиға Мараттың көз алдында болған еді. Марат пен Ғалия бірге кешкісін достарының үйінен шығып, жол шетінде көлік тоқтатып тұрған. Кенет бар жылдамдықпен келген көлік көзді ашып жұмғанша екеуінің қасынан су өтіп өте шықты. Бастапқыда Марат не болған түсінбей, мең-зең халде тұра берді. Ал 10 метрдей жерде қанға боялған күйі ессіз-түссіз Ғалия жатыр. Жылдамдықпен келген көлік Ғалияны қағып кеткен еді. Әп-сәтте адамдар жиналып, жедел жәрдем келіп, Ғалияны облыстық ауруханаға алып кетеді. Марат өз-өзіне келді де, туған туыстарымен, Ғалияның туыстарымен анасына хабарласып болған жайды баяндап береді. Кішкентай Сайрада қайта-қайта анасын іздеп, түнімен жылап шығады. Қараша айының 10-шы күні Ғалия есін жинамастан өмірден өтіп кетеді. Марат сүйген жарынан, ал Сайра анасынан мәңгілік айырылып қалады. Сайра кішкентай болса да, өте зерек қыз болатын. Үлкендер анасының қайтыс болғанын айтпаса да, анасының енді өзін еркелетпейтінін біледі. Түнде ешкімге білдірмей, анасының қызыл көйлегін құшақтап жылап жатады. Әке мен қызы бір-біріне қолдау көрсетіп, өмір сүре бастайды. Кейде қызына қарау Маратқа қиын болатын. Бірде Мараттың досы ой салды. Марат, сен осылай жүре бересің бе? Ертең қиналасың ғой. Әлі жассың. Қызың бойжеткенде сырласатын анасы болуы керек. Қызың кішкентай кезінде бір жанды тауып үйлен. Қызыңа ана керек деп айтып, ақылын айтты. Марат та бұл сөздерді жиі ойлап жүрген болатын. Әйелсіз жүргеніне 3 жыл болыпты. Қызы да тұйықталып кетті. Енді досынан көмек сұрай бастады. Қызына ана болып, өзіне жар бола алатын жан болса деп қол қалады. Сол сөздерді күтіп жүргендей-ақ, досы Асқар бір таныс әйелмен таныстырды. Сөздері жарасып, Марат енді үлкендерден рұқсатын алып, отбасы болуды ойланып, қолға алады. Алғашында Ғалияның анасы Күләш апа бұны құп көрмеген еді. Бірақ қызымның орнына қызым болып, Сайрашыма ана болар деп ойлап, оларға ақ батасын береді. Бірақ қайдан білсін, Сайрашы осы анасынан қорлық көрерін. Осылайша үлкендердің рұқсатын алып, Марат енді тойға дайындала бастады. Болашақ жары Алтын өзінен 5 жас кіші болатын. Алтынның бірінші некесі сәтсіз аяқталып, ажырасып кеткен екен. Марат Алтынның әке-шешесінің алдынан өтіп, той күнін белгілеп қойды. Сайра жалғыз өзі бөлмесінде үнсіз ғана анасының қызыл көйлегін құшақтап жылап отырды. Анасының орнына басқа жанның ана болғанын қаламайды. Бірақ оның ойын сұрап жатқан ешкім жоқ. Барлығы тойға қызу дайындалып жүр. Әкесі өзгеше бақытты. Әне-міне дегенше үйге жаңа шешесі де келді. Марат Алтын мен Сайраны таныстыра бастады. Сайраш, бұл кісі енді сенің анаң болады. Бүгіннен бастап анаңмен жақсы қарым-қатынаста бол деп нақтылап айтты да
бөлмесінен шығып кетті. Ал жаңа анасы Сайраның жанына келіп, біраз үнсіз отырды. Бұл үнсіздік жақсы емес еді. Әкесімен бақытты күндері осы күннен бастап жойыла бастады. Ана деген баласын ойлап, бар жақсыны баласына бергісі келетін жан ғой. Алайда өгей шеше бөтен баланы құшағына басып, мейірім бере алмайды екен. Алтын мен Сайраның арасында белгісіз бір соғыс басталғандай. Марат енді арқасын кеңге жая бастады. Қызым анасының жанында еш мұқтажсыз жүр деп ойлап жүрген болатын. Марат қызының іштей қиналып жүргенін білмеді. Ал Алтын болса күйеу жұмыста кезде Сайраға бар өктемдігін жүргізе берді. Үй шаруасы барлығы Сайраның мойнына жүктелді. Алтын кішкентай қызға бар өктемдігін жүргізе бастады. Үй шаруасының барлығын Сайраның мойнына жүктеді. Егер өгей шешеге бірдеңе ұнамай қалса, Сайраны ұрып соғып, газды қыздырып, оның қолдарын күйдіріп, саусақтарына ине сұққылап қинай бастады. Бұл қорлыққа шыдай алмаған Сайра нағашы апасы Күләштің үйіне қашып кетеді. Нағашы апасы қызының хәлін көріп, өзім қолыма аламын деп қарсыласса да, әкесі қоймай қызды үйіне алып кетеді. Өгей шешенің сөзін сөйлеп кеткен әкесі енді Сайраға қол көтере бастады. Мараттан 2 ұлды болған Алтын енді күйеуіне өз дегенін жасай алды. Әйелінің сөзінен шықпайтын әкесі Сайраға мүлде аяушылық танытпады. Тіпті жанына батқаны сонша көршілердің үйіне қашып тығылып та кейде қорада түнеп те жүрді. Бұрынғы әке мен қызы болып бірге өткізген бақытты күндерін сағынатын. Иә, сол күндері бақытты еді. Сайра мұндай қорлықта жүріп 18 жасқа да толды, бой жетті. Басқа балалар секілді Сайраның арманы жоғары оқу орнына түсіп, журналист мамандығын игеру еді. Бірақ арманына кедергі болған өгей шешесі оның оқуға түсуіне үзілді-кесілді қарсы болып, өзінің алыс туысының ұлына Сайраның көз жасына қарамастан өзі танымайтын адамға күйеуге беріп жіберді. Ал әкесі ешқандай қарсылық білдіре алмады. Өгей шешенің қорлығын көріп бойжеткен Сайра бөтен үйде бөтен адамдармен тіл табысуы қиын болды. Әбден қорқып қалған, жиі талып қалатын. Отбасылық өмірде керемет бола қоймады. Күйеуі деген адам еңгезердей, өзінен 13 жас үлкен кісі еді. Жалдамалы шопан болатын. Күніге ащы судан ұрттап келіп Сайраға жөн-жосықсыз тиісетін. Жан баласы ұйқыға кеткенде жалғыз өзі көз жасына ерік беріп, түнімен жылап шығатын. Бұл үйдің келіні емес, күңі секілді еді. Күн енді көтеріліп шыққанда, Сайра қораны тазалап, үй шаруасын істеп жүре беретін. Талмасы жиі ұстап қалатын. Содан кейін бұндай ауру әйел керек емес деп, күйеуі бір күнде Сайраны төркініне апарып тастады. Бір жағынан Сайра бұл адамнан құтылғанына қуанды. Себебі ол адамнан ешқандай жылулық көрмеді. Қайта күнде тоқпақтап ұрумен ауыр сөздер еститін. Азып тозып кеткен қызын көргенде әкесі іштей қынжылды. Қызым деп басынан сипап көрмегеніне міне 10 жылдай уақыт болып қалыпты. Сайраның үйіне қайтып келгені өгей шешеге ұнай қоймады. Сайраны қайта қинап азаптауды бастады. Бір күні есіктерінің алдына бір белгісіз көлік кеп тоқтады. Өгей шешесі Алтын сыртқа шығып, көліктегі адаммен амандасып, сөйлесіп тұр еді. Сайра көліктегі адамның өзіне келгенін сезе қойды. Өгей шешесінің біреумен телефон арқылы сөйлесіп отырғанын естіп қалған болатын. Сондағы ойы өгей шеше қызын жеңіл жүрісті қыздардың қатарына қосып, ақша таппақшы болған екен. Сайра мұны сезді де нағашы ағасына хабарласып, өзін алып кетуін өтінді. Аққа құдай жақ дегендей, нағашы ағасы әмір келіп, Алтынның ойлағаны іске аспай қалды. Әмір келгеннен дереу киімдерін жинап, Сайра өз әкесінің үйінен бір жолата кетіп қалды. Енді ол нағашы апасының үйінде бір жола қалып, сол жерде тұра бастады. Өмірін өзгертіп, арманы болған жоғары оқу орнына түсуді алдына мақсат етіп қойды. Бұл ойын нағашылары қолдап, келер жылы
журналист бөлімінің студенті болды. Сайраның студенттік өмірі басталды. Өзі қалаған мамандық иесі болу деген керемет қой. Мінезі ашылып, өзіне құрбы, дос тапты. Құрбысы Гаухар ашық мінезді, сондай өзіне тән сүйкімділігі бар қыз еді. Екі құрбы апалы сіңілі сияқты араласып жүрді. Көбінесе Сайра бір істі бастарда өзіне сене бермейтін. Оның да себебі өз ойын білдіруге жасқанатын. Өгей шешесі ойын айтқызбайтын. Сол қорқынышы әлі де бойында бар еді. Ал Гаухар керісінше ойын айтып, емін-еркін ата-анасының жанында өскен қыз. Әне-міне дегенше бірінші курсты аяқтап, жазғы демалысқа үйлеріне тарқай бастады. Гаухар қаланың қызы, ал Сайра қала сыртындағы ауылда тұратын. Ауылға демалысқа келгеннен дереу нағашы апасының дүкеніне көмектесіп, сол жерде жұмыс істеп жүрді. Сондай күндердің бірінде құрбысы Гаухар ескертпестен Сайраның жұмыс орнына дүкенге келді. Жанында ұзын бойлы қара торы тартымды жігіт бар. Құрбысын көрген Сайра қуанғаннан ол жігітке аса мән бермеді. Екі құрбы амандасып болып, Гаухар жанындағы жігітпен Сайраны таныстыра бастады. Құрбым, танысып қой, бұл менің ағам, есімі Алмас деді. Сайра кішкене қызарықтап ұялып, Сайра деп қолын берді. Осылай екеуі таныса бастады. Құрбысы асығыс екенін айтып, ағасы мен Сайраны жеке қалдырып, өзі үйіне қайтып кетті. Гаухардың бар ойы құрбысын ағасымен қосу болатын. Жеңгесі дүниеден қайтқалы 2 жыл болыпты. Екі бауыр анасыз өсіп келеді. Алмас екінші рет отбасын құруға асықпайтын. Балаларым бөтен әйелге үйренісе алмай қиналып қалады мекен деген ойы бар еді. Сайраның анасыз, әкесінің екінші әйелінен қорлық көрген басының қандай қиындық өткенін құрбысы жақсы білетін. Сол себепті ағасының жары ретінде осы құрбысын лайықты көрді. Өзінің көрген қиыншылығын күнәсіз балаларға көрсетпейтін шығар. Анасыз күні мен түннің қалай қиын өткенін өзінен басқа ешкім түсіне алмайды. Екі бауырыма нағыз ана болып, мейірім бере алатын осы Сайра. Осы ойын іске асырып ағасын құрбысымен таныстырған болатын. Алмас пен Сайра танысып сөйлесе бастады. Таныстықтарының арты сыйластыққа, сыйластықтың соңы махаббатқа ұласты. Алмас көп ұзамай Сайраға үйленуге ұсыныс жасады. Әрбір қыздың арманы аяулы жар болып, ана атанып, балаларының бақытын көру емес пе? Сайра да сол арманмен Алмастың етегінен ұстады. Ер азаматым, қорғаным болар жан деп сеніп, отбасылы болды. Бұл сенімі алдамапты. Алмасты қалай сыйлап құрметтесе, екі баласына да солай сыйлап құрметпен, өзгенің емес, өз туғандай бауырына басып, аналық мейірімін беріп, екі балаға ана болып, отбасының ұйытқысына айналды. Әңгіменің қорытындысы. Кейіпкерім Сайра, жолдасы Алмаспен бірге бақытты отбасы бола білді. Екеуі бір-бірін түсінісіп, отбасылық татулықты орната алды. Сайра оқуын аяқтап, журналист мамандығы бойынша жұмыс істеп, арманы орындалды. Жұмыс арасында 2 мәрте бала күтіміне байланысты демалысқа шықты. Алмас 2 ұлынан соң Сайрадан бір ұл, бір қыздың әкесі атанды. Ал әкесі Марат қызынан кешірім сұрап, жиендерін көріп, көп уақыт өтпей-ақ өмірден өтті. Қаншама жүрегінде Сайраның реніш болса да, туған әкесі ғой. Әкесінің қазасы Сайраға ауыр соққы болды. Әкесі дүниеден өткеннен соң, екі бауыры бірінен соң бірі үйленіп, екі ұлы да әйелдері мен еншілерін алып бөлек шығып кетеді. Екі ұл бір-бірімен ортақ баспанаға дауласып, аналары шарасыз күйде қалады. Сайра болса, өзіне қаншама қорлық көрсетіп, әкесін өзіне қарсы қойып, өмірін қорлаған өгей анасын кешіріп, өз қолына алып, 10 жыл бойы соңғы демі қалғанша өзі қарап, дүниеден өткенде арулап, жер қойнына тапсырады. Сол жылдары алтын туған балаларына керек болмай, бала күнінде өзі қорлап, қинап, жек көрген өгей қызының қолында болғанда, қызым деп істеген істеріне өкініп, күніге дейін өле-өлгенше кешірім сұраумен өмірі өте берді. Қазіргі уақытта кішкентай Сайра бүгінде ұлдарын үйлендіріп, қызын құтты орнына қондырып, немере сүйген
ақ жаулықты әже болып отыр. Жанында арқа сүйер азаматы болған Алмас ата екеуі балаларына ақылын айтып, үлгілі отбасының біріне айналған. Бұл әңгімені жазудағы мақсатым қаншама қиындықтар көріп, қиындыққа мойымай, алдына арман мақсат қойып, басындағы қиындықты Алланың берген сынағы деп қабылдап, ешкімге кек сақтамай, ертеңгі күнге үмітпен қарап, жақсылыққа сеніп, кешірімді бола алған сайра, үлгілі парасатты қыздардың, ананың, әженің образы еді. Ана деген киелі атқа лайықты бола білейік. Сөз соңында әңгімені жүктегеннен оқып, не болар екен деп уайымдап, кейіпкеріме жанашыр болып, өз пікірлеріңізді білдіріп қолдап отырғандарыңызға алғысым шексіз, дейді шәкіртім, әңгіменің авторы Гүлмира Ұзақбаева. Ал әңгімені дыбыстап оқыған Жазира Тулешева. Амандықта болайық. Әңгіме ұнаса, лүпіл басып, пікір бөлімінде өз ойларыңызды білдіре отырыңыздар.